қалай күлгеніне қарап, кісінің әдептілігін, неге күлгеніне қарап, оның ақыл-өрісін тануға болады. Біреуден үміттенерде абай бол. Көп нәрсені күтіп, кейін көңілің қалып жүрмесін. Кейде үндемеу, бұл айтатын сөздің мүлдем жоқтығынан емес, керісінше тым көптігінен. Үлгермейміз түсініп те, байқап та, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Өткен күннің өкініші мен болашақтың қорқынышы сені мазаламасын. Егер адамда ынта болса, оның қолынан келмейтіні жоқ. Әр адам өзінше бір талант. Тек оны аша білуі керек. Үнсіздік мықтылықтың белгісі. Оны әлсіздер түсінбеуі мүмкін. Жауапкершілік ең қымбат қасиет. Оны арзан адамдардан күтпе. Кісі өзгенің айыбын қазбалап, кемсітер болса, сол қателік өзінің басына келмейінше дүниеден өтпейді. Ешқашан ешкімнен кек алма. Жай ғана кешіре сал. Өмір оған өзі-ақ жазасын береді. Тыңдама, не демейді өзгелер. Құдайдың бұйырғаны өз уақытында болады. Ешқашан ерте емес, ешқашан кеш емес. Бастысы сабырлық пен сенім. Ыстық шайдың суығанын күтсең, дәмі кетеді. Арманыңа қарай ұмтылмасаң, мәні кетеді. Адамның кішкентай кемшіліктерін кешіре білмесең, оның жақсы қасиеттерін байқай алмайсың. Сондықтан кешірімді бол. Жетістік көп тәжірибемен келеді, ал тәжірибе үшін қателесу қалыпты жағдай. Кедергілерге көз жұма қарап, мақсатыңа қарай асық. Өзгенің өтінішін орындаймын деп, өзіңді ұмытып кетпе. Егер жолың болмай, көңіл күйің түсіп жүрсе, онда өзіңнен де қатты қиналып жүрген жанды тауып алып, соған көмектес. Ұсақ түйекке қуана білмесең, таудай дүниені де байқамайсың. Жүрегіңді жақсы ойлармен толтыр. Алла сенен бір нәрсені алса, одан да жақсысын береді. Бақытты күтпе, бақытқа талпын. Болады сонда өмірің жарқын. Еңбек ет, ізден, арманға ұмтыл. Аспаннан тегін жаумайды алтын. Адамның сәні қарапайымдылықта. Қанша биікте болсаң да, қарапайым бол. Ең бастысы өзіңе сен. Адамдардың көзқарасы күнде өзгереді. Мен үшін ең керемет сәттердің бірі анашымның келіңдер тамақ пісті деп шақыратын кезі. Адамды бай қылатын біреуден алған нәрсе емес, керісінше берген нәрсе. Бұл өмірде ештеңе оңайлықпен келмейді. Өз мақсатыңа жету үшін кей заттарды құрбан етуге тура келеді. Мысалы, уақытыңды, еңбегіңді, энергияңды, тағы басқаларды. Кейде жалығып бәрін тастап кеткің келеді. Осындай кезде мақсатыңа жетсең, не алатыныңды ойла. Ал егер тастап кетсең, біраз нәрседен құр қалатыныңды ойла. Тамаша өмір керемет ойлардан басталады. Біз өзімізге берілген нығмет жайында аз ойлап, қолда жоқ нәрсені көп ойлаймыз. Ең үлкен қателік қателесуден қорқу. Бір ананың тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды. Күн жылытпас жүректі бір ауыз сөз жылытар. Өмірде кездескен сәтсіздіктің бәрі бақытсыздық емес. Кім біледі, мүмкін сенің бақытың осы тұстан басталар. Өмірің қызықты өткенін қаласаң, қажетсіз қорқыныштарыңды жең.
Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Сен жалғыз емессің. Ұғынатын сырыңды, бағалайтын шыныңды талай жақсы жандар бар. Өмір кинодағыдай емес, кейде қараңғы тас, кейде жарық ай. Бірақ бәрі сенің қабылдауыңа байланысты. Сондықтан әрқашан тек позитивті ойда бол. Бүгін ерекше күн. Айналаңа шуағыңды шашып жүрші. Себебі бұл күн енді ешқашан қайталанбайды. Мүмкіндікті жіберіп алма. Асықпасаң, арманыңа жетесің. Сабырлы бол. Қиын күннен өтесің. Ең жақсы қасиет қарапайымдылық. Қанша мықты болсаң да қарапайым бол. Әркім өзінің миы жеткенінше өмір сүреді. Аллаға шүкір етуді ұмытпа. Ол сені күн сайын таңертең ұйқыдан оятуды ұмытпайды ғой. Пенделігіңнен адамдығыңды жоғары қой. Болғың келсе шын бақытты, кемшілікке қарама. Бір жақсылық, 10 кемшілік болады әр адамда. Өзіңді бағалай білмесең, өмірден дымсыз өтесің. Адам өзінің Алламен қарым-қатынасын реттесе, Алла тағала оның басқа адамдармен қарым-қатынасын реттейді. Сұлу жүзің 1 жылдық, сұлу мінез 100 жылдық. Ешқашан біреудің өмірін талқылап кінәлама. Әркім өз қалауынша өмір сүреді. Және ерте ме, кеш пе, өз сөздері мен істері үшін жауап береді. Шынында біз тәкаппармыз. Кінәлі болсақ, кешірім сұрамаймыз. Сағынсақ, хабарласпаймыз. Көргіміз келсе, қарамаймыз. Қорықсақ, мойындамаймыз. Бұл жақсы қасиет емес. Өмір әркімге өз деңгейінде берілген биіктік. Біреу қырды, біреу тауды бағындырады. Біреу суды, біреу батпақты сүйеді. Есіңе ала берме өткенді, өткенге арта берме өкпеңді. Барлығына мейірім, құрметпен қара. Тіпті сені сыйламайтындарға да. Олар бұған лайық па, жоқ па, маңызды емес. Бірақ сен сондай жақсылық жасауға лайықтысың. Ең үлкен жоқшылық әдепсіздік. Ең үлкен байлық ақыл. Ең үлкен мұра жақсы тәрбие. Кез келген ортаға өнеріңмен емес, мінезіңмен сиясың. Тасты тесетін судың күші емес, тамшының тұрақтылығы. Жастық шақта уақыт бар, күш бар, бірақ ақша жоқ. Жігіттік жаста ақша бар, күш бар, бірақ уақыт жоқ. Кәрілік шақта ақша да бар, уақыт та бар, бірақ күш жоқ. Біреулерге Құдай бәрін береді, байлық та бар, алтын, гаухар, інжу маржан бәрі бар, бірақ иман жоқ. Ең зорлы адам сол. Ұрыс керіс кезінде біреудің көңіліне тиетіндей ауыр сөз айтпаңыз. Кейін татуласып кетерсіздер. Бірақ айтылған сөз адамның көкейінде ұзақ уақыт сақталады. Айтылған сөз атылған оқпен тең деп қазақ атамыз бекер айтпаған ғой. Қателік өмір бойы сабақ болып, салқын суды да үрлеп ішуге үйретеді. Бөтен біреуге ұнауға тырыссаңыз, жақын адамдардан айырыласыз. Ұйықтар алдында бәрін кешір, және таза жүрекпен ұйықта. Ит мені қапты екен деп, мен оны қапсам, адамдық аузымнан не қасиет қалады? Егер сен өз көзіңмен көрмеген болсаң, естіген өсекке сеніп, адамға кінә артпа. Қымбат киім қуып кетпе,
өлгенде 2 метр мата ғана бұйырады. Қымбат көлікке құмартпа. Оған мініп жұмаққа бара алмайсың. Зәулім үй саламын деп әуреге түспе. Түсер жерің жердің асты. Сәнді телефоныңмен мақтанба. Телефоннан мәңгі байланыс аясынан тыс жерге баратыныңды ұмытпа. Келін жақсы болса, үйіңе көп кісі келеді. Келін жаман болса, келген кісі кеткісі келеді. Ас құй десең, төккісі келеді. Төкпей құй десең, сөккісі келеді. Қарыз алғанда ең бірінші соны қайтаруға тырыс. Құтылып үлгере алмай қалуың мүмкін. Ата-анаңды ешқашан кінәлама. Ертең өзің де солардың орнында боласың. Уайымға салынудан алшақ бол. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылдап үйрен. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесің де өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Тамақты жамандаған қарынның тоқтығы, туысты жамандаған ақылдың жоқтығы. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Қадірлі көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Арнама жазылып, қоңырауша батырмасын басып, күнделікті видеоларды көріп отырыңыз. Және де ең жақын асыл туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бүгінгі шығарылымда бабаларымыздың тауып айтқан дана сөздермен бөлісуге тырыстым. Егер жүрегіңізге ой салғаны болса, онымен комментарияда бөлісіп кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Ой салар нағыз шынайы нақыл сөздермен бөліскен Омардың әңгімелері. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.